Нұр-Сұлтан қаласында карантиндік шараларға байланысты қоғамдық көліктің уақытысына өзгерістер енгізіледі. Елорданың жедел штабының шешіміне сәйкес ертеңнен бастап, яғни 26 наурыздан қоғамдық көліктердің уақыты сағат 7-ге дейін қысқартылады. Алдында айтып кеткеніміздей, елорданың қала маңындағы бағыттар, яғни осы 21 наурыздан бастап тоқтатылған болатын. Енді осы 28 наурыздан бастап қала карантин ішіндегі шеңберіндегі осы басқа да қалған қала маңындағы бағыттар оның барлығы тоқтатылмақ. Яғни бұл айта кететін болсақ, бұл Қосшы, Талапкер, Қызылсуат, Жібек жолы тағы басқалары. Бұл шешімдердің барлығы шектеулер осы карантин уақытысының аяқталуына дейін енгізіледі. Бүгінгі күні қоғамдық көлікте қолма-қол төлеудің пайызы 98-ге жетіп отыр. Коронавирустың алдын алу үшін жолаушыларды қолма-қол төлеу мүмкіндіктеріне шақырамыз. Оның барлығы осы біздің компания City Transportation Systems түрлі мүмкіндіктер беріп отыр. Яғни бұл көлікті картамен төлеу, банкты картамен төлеу, SMS не болмаса QR-код арқылы төлеу мүмкіндіктері бар. Оның барлығы біздің ресми желімізде, яғни Transcard.kz желісінде орналасқан. Карантин шаралары қатаңдатылған жағдайда елорданың жедел штабы қоғамдық көліктің толықтай тоқтатылу мәселесін қарастыруы мүмкін.